қолданса болады. Рахмет. Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі. Бақытжан Көпбаев, неге әлемдік киім брендтері Қазақстанға емес, Өзбекстанның Ферғана алқабынан кетіп жатыр? Осы брендтерді Қазақстанға тартумен кім айналысады, және де қандай нақты шаралар қабылданып жатыр? Және мен баяндамамда атап өттім, басты мақсатымыз біздің Қазақстанда жеңіл өнеркәсібін жүргізіп жатқан жатымыз бұл шикізаттан дайын өнімге көшу және экономикалық қосатын үлесін осы кәсіп саланың арттыру өз үлесін. Бұл дегеніміз жаңа айтып отқан мемлекеттерде бұл дәстүрлі түрдегі салалар, бұрыннан келе жатқан салалар, және олардағы шикізаттың жұмыс ақысын төлемі, жұмысшылардың айтып жатқан жұмыстары уже өз брендтер ол жерде кәсіптерге ол өзінің нақты бір заказдарын түсіреді ол мемлекеттерге, ол мемлекет сол заказға сәйкес тігін жұмыстарын бітіріп, тігіп өз тауарын жеткізе береді ол брендке. Біз бұл бағытта жаңа баяндамамда айттым, біз Түркістан облысында Лихуа деген Қытай мемлекетінен келген инвестор тікелей шикізатты дайын өнімге шейін өндіру, бұл деген бірінші этап жаңа мақта өнімдерін өңдеу, одан тоқыма өнімін шығару, одан кейін нақты бір дайын өнімге шейін тігіп шығару. Бұл айтқанымыз Лихуа өзінің Қытайда кәсіпорындарының шығарған өнімдерін жаңа айтып отқан брендтер Hugo Boss деген әйгілі брендтерге өз маталарын жеткізіп тұрады, жеткізеді. Бұл деген бізді Қазақстанда керекті мақта сорттарын егіп, шаруашылықтарда өңдеп, өсіріп, соны өңдеп, керекті сапалы тауарды өңдеп, және бізде сол бағытта жұмыс жасап, жаңа нақты инвесторлар алып келетін болсақ, бізде қазір Қазақ Инвест инвестиция комитетінің организация сол нақты елшіліктегі құзыретті мамандар бұл бағытты жұмыс жалғасып, керекті брендтерді алып кеп, бізде Қазақстанда керекті шикізат пайда болып, керекті компетентный мамандар пайда болғаннан кейін бізге де ол брендтер келеді, және сол брендтерге біз өз тауарларымызды